Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы ауыз су қоры не себепті азаятынын білесің бе? Жаңа сөздермен таныс болайық. Ауыз су, жарамсыз, тасқан, жайылым, көмірқышқыл, бу. Төртінші тапсырма. Тыңда, диалогты рөлге бөліп оқыңдар. Алуа. 21 ғасырда су қорына байланысты қандай түйткілді мәселелер бар? Дана. 21 ғасырда су қорына байланысты түйткілді мәселе көп. Соның бірі ауыз су мәселесі. Алуа. Әлемде таза ауыз су қорының азаюы немен байланысты? Ғалымдар мен мамандар ауыз су қорының азаюын немен байланыстырады? Дана. Жалпы әлемдік деңгейде ауыз су қоры азаюын мамандар теңіздегі тасқындармен байланыстырады. Алуа. Қазақстанда ауыз су мәселесі қалай шешілген? Халық пайдаланатын ауыз судың сапасы қандай? Дана. Біздің елімізде де ауыз су мәселесі қиындық тудырып отыр. Қазақстанда халық пайдаланатын ауыз судың 20% ғана, жуығы жарамсыз. Алуа. Әлемдік жылынуға байланысты Қазақстанда не өзгеруі мүмкін? Табиғи апаттар болуы мүмкін бе? Дана. Әлемдік жылынуға байланысты болашақта Қазақстанда өзендердің ағысы өзгеруі мүмкін. Табиғи апат көбейіп, табиғи өзгерістер орын алуы мүмкін. Алуа. Ғалымдар су қорының төмендеуін жердегі температураның жоғарылауымен байланыстырады. Температураның жоғарылауы қалай әсер етеді? Дана. Соңғы кезде атмосферада көмірқышқыл газы көптеп бөлінуде. Көмірқышқыл газы көбейген сайын температура жоғарылайды. Жердегі су бу болып ұшады. Ол су қорының төмендеуіне әсер етеді. Алуа. Су қорының төмендеуі ауыл шаруашылығына әсер ете ме? Дана. Әрине алуа. Су қорының төмендеуінен мал жайылымдары тозады. Ол ауыл шаруашылығына кері әсер етеді. Алуа. Рахмет, сенен көп мәлімет алдым. Сонда энергияның көп бөлінуінен жердегі су қоры азаяды екен. Су азайса, жерден өнім шықпайды. Тұрмыста, өнеркәсіпте суды көп пайдалану су қорының азаюына әсер етеді. Сондықтан суды орынды пайдаланып, ауыз суды үнемдеу қажет. Оқылым айтылым тапсырмасы 5-ші тапсырма. Мәтінді оқы, жаңа сөздерді тауып, қандай сөздермен тіркесіп тұрғанын анықта. Мағынасын түсіндір. Үлгіге назар аударайық. Үлгіде ауыз су сөзі берілген. Ауыз су дегеніміз адам ішуге пайдаланатын су. Дәл осы үлгідегідей мәтіннен жаңа сөздерді тауып, қандай сөз тіркестермен тіркесіп тұрғанын анықтап жазамыз. Бағалау парағы. Мәтінді диалогқа бөліп оқиды 2 ұпай, төл дыбыстарды дұрыстап айтады 1 ұпай, мәтінмен жұмыс істейді 1 ұпай, мәтіннен сөз тіркестерін табады 1 ұпай. Жазылым айтылым тапсырмасы 6-шы тапсырма. Төмендегі жаңа сөздерді тағы қандай сөздермен тіркестіруге болады? Жаңа сөздер: ауыз су, жарамсыз, теңіздегі тасқындар, мал жайылымы, көмірқышқыл газы, бу. Ұсынылған сөздер: қоры, тау бөктері, тапшылығы, қысқарған, тазалығы. Су, мұздықтар, тамақ, жорамал, киім. Жиіледі, шығыны көбейді, әсер етеді, дамып келеді. Шөлейттенеді, әдемі болды, тозады, бүлінеді, топырақтанады. Бөлінеді, әсер етеді, жақсы ықпал етеді, тарайды, атмосфераға ұшады. Көтеріледі, қатады, төмендейді, жоғарылайды, болып ұшады. Ұсынылған сөздермен жаңа сөздерді қалай тіркестіруге болады? Және қолдануға болатын тіркестер, мысалы, ластанады, тағы сол сияқты өзіміздің ойымызды жазып шығамыз. Оқылым айтылым тапсырмасы 7-ші тапсырма. Төмендегі ойлармен келісесің бе, келіспейсің бе? 21 ғасырда су қорына байланысты түйткілді мәселелер бар. Екінші, жалпы әлемдік деңгейде таза ауыз су қоры азайып отырғанын мамандар теңіздегі тасқындармен байланыстырады.
Үшінші, Қазақстанда ауыз су мәселесі қиындық тудырып отырған жоқ. Төртінші, халық пайдаланатын ауыз судың сапасы жақсы. Бесінші, әлемдік жылынуға байланысты болашақта Қазақстандағы өзендердің ағысы өзгеруі мүмкін. Алтыншы, бірақ табиғи апат көбеймейді. Жетінші, табиғи өзгерістер орын алуы мүмкін. Сегізінші, ғалымдар су қорының төмендеуін жердегі температураның жоғарылауымен байланыстырады. Тоғызыншы, атмосферада көмірқышқыл газы көп бөлінбейді. Оныншы, жердегі су бу болып ұшады. Бағалау парағы. Жаңа сөздерді пайдаланып сөз тіркесін құрады 2 ұпай, жаңа сөздердің мағынасын түсінеді 1 ұпай, берілген ақпараттармен келісетіндігін не болмаса келіспейтіндігін айтады 2 ұпай. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар оқушылар.